Осындай жеті жағдайда дәріханаға жүгірмей-ақ түймедақ шайын ішіп алуға болады. Түймедақ қабынуға қарсы және тыныштандыратын қасиетке ие өсімдіктердің бірі. Оның көп жағдайда зиянынан гөрі пайдасы басымырақ. Әсіресе осындай жеті жағдайда дәріханаға жүгірмей-ақ түймедақ шайын ішіп алуға болады. Егерде ұйқыңыз бұзылған жағдайда, түймедақ ұйқы бұзылуын қалыпқа келтіретін, түніңізді тыныштандырады. Ғалымдар түймедақ шайымен қатар эфир майының да дәл осылай әсер ететін зерттеген екен. Түймедақ құрамындағы заттар майдағы нейрондардың белсенділігін төмендетіп ұйқыны шақырады, ал эфир майымен тыныстаған уақытта қандағы адренокортикотропты гормонның деңгейі төмендеп ұйықтауға септігін тигізеді. Ұйқы қашқанда осыны еске алсаңыз болғаны. Түймедақ шаймен көзіңіз тез ілініп, тыныш ұйықтайтын боласыз. Және де беліңіз ауырған жағдайда. Бел аурулары жарықтың пайда болуынан ауруы да мүмкін. Алайда көп ретте бел бұлшықеттеріне ауыр салмақ түскенде адам осындай күн кешеді. Сондықтан да бел ауруы мазаласа, ваннаға кептірілген түймедақ пен лаванда майын құйыңыз. Ол үшін 1 стакан түймедақты ваннадағы жылы суға салып, 2 ас қасық магний тұзы мен 5 тамшы лаванда майын тамызып көріңіз. Ваннаға түсіп 10-15 минут жатасыз да, тұз бен түймедақ бұлшықеттерді босаңсытып, ауырғанын басатын болады. Және де ұстамалы ауруларда дәріханалық ауруды басатын дәрілермен бірдей әсер беретін өсімдіктің бар екенін ғалымдар дәлелдеді. Олар ауруларды 2 топқа бөліп, біріншісін түймедақ сығындысымен, ал екіншілерін басқа дәрімен емдеп көрген екен. Нәтижесінде түймедақ гүлімен емделгендердің жағдайы жақсарған. Сол себепті өзіңізді жайсыз сезіне бастасаңыз, осы емді қолданып көріңіз. Келесі, көз астындағы қара дақты кетіреді. Түймедақты косметикалық мақсатта да пайдалануға әбден болады. Ол ісікті басып, көз айналасындағы теріні ағартады. Ол үшін 2 пакет түймедақ шайына қайнаған су құйып, суытып қоясыз да, суыған соң көзді жұмып, түймедақ пакеттерін қабағыңызға қоясыз. 10 минуттан соң пакеттерді алып тастап, көз айналасын салфеткамен сүртесіз. Ісінген көздер қалыпқа келіп, дем алып қалатын болады. Қан құрамындағы қант жоғарылаған жағдайда, түймедақ шайын күнделікті ішкен жағдайда, екінші топтағы қант диабетімен ауыратындардың қандағы глюкоза мөлшері қалыпқа келетінін Иран ғалымдары дәлелдеген екен. Бұдан жақсы нәтижеге жету үшін зерттеушілер 1 шыны түймедақ шайын түсте және кешке тамақтанып болған соң ішу керектігін айтады. Және де іш ауруларында, іш өтіп, ауырғанда, немесе балалардың ішіне жел толғанда, жел қарысқанда, түймедақ ауырғанды басады. Дәріні шай сияқты демдеу керек. Етеккір алдында бел ауырған жағдайда, жылы ваннаға бірнеше тамшы түймедақ гүлінен алынған эфир майын тамызып, 10-15 минут жату керек. Сонда көңіл күйіңіз қалыпқа келіп, арқаның, белдің ауырғаны басылады. Берілген барлық кеңестерді дер кезіне пайдалана білсеңіз, денсаулығыңыз сыр бермейтін болады. Бүгінге айтарым осы. Сіздермен бірге болған Гаухар. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.